Ассалаумағалейкум, қалдарың қалай? Достар, бүгін осындай фигмада осындай дизайн жасаймыз. Бұл дизайнды мен орыстардың YouTube каналынан көрдім. Олар өз аудиториясын үйретіп жатыр. Біздің қазақтарға тоже осылай жасап үйренсін деп YouTube-қа салайын деп жатырмын. Тоже сіздер де үйреніңіздер, табыстаңыздар. И, короче, осылай мынау суретті Яндекс картинкеден ала салдым. Сіздер де любой бір картинканы алып үйрену үшін ала салыңыздар. Өстіп алып төменге қойып қоямыз. Мінекей. И үстіне осылай квадрат қойып қоямыз. Цветін осылай градиент қойып аламыз. Пипеткамен бір түс таңдаймыз. Мына түс таңдай салайық. Қойып қоямыз. Окей. Сол қойдық, чайник заварочный деп жазып шығамыз. Заварочный. Қоямыз. Шрифт болт. Окей. Осылай қоямыз да төменге қоямыз. Тоже біз шару осылай жазып аламыз. Шрифтін кішірейтеміз. Цветін белый таңдаймыз. И осы жерден перрон аламыз. Бітпей қойып, перроннан емес. Круг қойып аламыз. Цвет черного. Окей. Сәл кішіретіп қоямыз. И осылай көшіріп қоямыз.
Осының бәрін белгілеп сәл. Біз мен үлкейтеміз де. Сол қойып қоямыз. Де осылай төменге түсіріп қоямыз. Бетке нүктесін таңдаймыз. Удобно. График. Вот, Көшіріп қоямыз. Мінекей достар, осымен біздің дизайнымыз дайын болды. Егер де сіздерге пайдалы болсам, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз. Осылай практиковать етіп үйреніп көріңіздер. Егер де дизайн жұмыстар керек болса, маған жазыңыздар, ақылы түрде жасап береміз. Төменде Instagram парақшам бар, сол жерге тіркеліп маған жазсаңыздар болады. Жарайды, жақсы сау болыңыздар.